Қайырлы күн, бұл сол құрбым рубрикасы. Дамулифт аясында қолға алынған бұл айдардың бүгінгі тақырыбын достық тақырыбы деп алып отырмыз. Менің қолымдағы осы достық хаттары, достық жайында жазылған хаттар. Бірінші сұрақтардан бастасам. Неге мені айналамдағы қыздар көре алмайды, жеке өміріме араласады? Екіншісі, достарымның көбісі артымнан әңгіме айтып, қазір өзімді жалғыз сезініп жүрмін. Қызғаныш бұл басқа адамның табысы, жетістігіне арналған, сол жетістіктерден туындайтын өз-өзіне деген қанағаттанбаушылық сезімі. Қызғанышты психологтар бұл тақырып өте ауқымды болғаннан кейін қызғаныштың екі жағын қарастырады. Біріншісі жағымды, екіншісі жағымсыз. Сол жайында тоқтала кетсек. Жағымды эмоция деп отырғанымыз, біз қызғанышты жақсы жағына пайдалана аламыз. Оны мотивация ретінде қолдануымызға болады. Біз өзіміздің қатарласымыздың жетістігін, басқалардың жетістігін көре отыра, біз өзімізді шыңдап, қайрап, дәл сол жетістікке жетуге, тіпті одан да биікке ұмтылуға деген бізде мотивациялық сезім пайда болады. Осыны біз жағымды эмоция дейміз. Ал оның жағымсыз тұсы, қызғанышты шектен тыс қолдана беретін болсақ, ол көңілімізге, ойымызға, миымызға шектен тыс көп уақыт орнығып алатын болса, бұл адамның өз-өзіне деген сенімділігінің төмендігіне алып келеді. Және де өз-өзіне деген қанағаттанбаушылық, өз-өзінің көңілінен шықпау сезімін алып келіп тудырады. Ал енді осы сұрақтың егесіне айтарым, басқалар сіздің көңіліңізден шығуға міндетті емес. Олар сіз қалағандай болуға міндетті емес. Адамдар қалай бар, айналаңыздағы адамдар қалай бар, дәл солай қабылдап үйреніңіз. Және де осы бастан сіз адамдар қалай бар, дәл солай қабылдап үйренетін болсаңыз, алдағы өміріңізде әлдеқайда жеңілірек болмақ. Екінші сұрағымыз. 3 жылдық достығымды өзім бұзып алдым, ал қазір екеуміз де бұрынғы достығымызды сағындық. Тағы бір сұрақ. Мен бір досыммен ұрысып қалып, кешірім сұрай алмай жүрмін. Қалай қылсам болады? Сіздерге бұл жағдай сабақ болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұл нәрсені қайталамауға өздеріңіз де тырысасыздар. Егер екі тарапта қалайтын болса, достықтарыңыздың ары қарай жалғасқандығын, бір-біріңізден кешірім сұрағыларыңыз келсе, сезімдеріңізді, қателіктеріңізді мойындап, бір-біріңізге ашық жеткізгендігіңіз дұрыс. Әрине, егер оны екі тараптың өзі қалап қолдайтын болса. Үшінші сұрағымыз. Қалай достарыммен қарым-қатынасымды жақын қылуға болады? Қалай дос табуға болады? Одан кейінгі адам өзінің достық қарым-қатынасын арттыру үшін және адал, лайықты дос болу үшін не істеу керек? Бірінші айтатыным, сезімдеріңізге мән беріңіз. Екіншісі, субординация сақтаңыз. Достық қарым-қатынаста да, басқа да қарым-қатынаста барлығының өзінің реті, орны болғаны дұрыс. Үшіншісі, эмпатия болу керек. Сіз тек достық, тек қайғыда ғана емес, қуанышта да бірге жүру керек. Тек қана қуанышта емес, қайғыны да қатар алып жүргендеріңіз дұрыс. Одан кейін өсек айтудан қашыңыз. Әңгімеңіздің барлығы басқа біреудің өмірін талқылау, басқа біреуді жамандау емес, өз-өзіңізді дамыту, шыңдау, білім жағына қарай арнағаныңыз дұрыс. Төртінші сұрағымыз. Достарыма реніштерім көп, ашылып сөйлесе алмаймын. Сізге сенім артып үйренген дұрыс, сенгеніңіз дұрыс. Достарыңыз сіздің ренішіңіз жайлы, сіздің оған ашыла алмай жүргеніңіздің себебі сол реніш екен, олар байқамауы мүмкін. Сіздің бар болмысыңыз осы, ол тұйық, ол сөзшең емес, ол араласқысы келмейді деп қабылдау мүмкін. Сізге де өз сезімдеріңізді ашып, реніштеріңізді сабырмен жеткізіп үйренгеніңіз дұрыс. Және де адамға сенім артып үйреніңіз. Біз бүгінгі тақырыбымызды достық тақырыбы деп алып, достық жайында сөз қозғадық. Мән беріп тыңдасаңыздар, бұл жерде әрқайсыңызға түртіп аларлық бір ақпарат айтылды деп ойлаймын. Ойымды анық жеткізе алдым деп ойлаймын. Енді бізде келесі тақырып мектеп қабырғасындағы мәселелерге арнайтын боламыз.